Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтанудың негіздері. Халқымыз әрқашанда денсаулықты бірінші орынға қойып, бірінші байлық денсаулық деп санаған. Дені сау, еңбекқор, ақылды болып өсу үшін дұрыс тамақтана білу қажет. Ол үшін күнделікті ішетін асымыз құнарлы, пайдалы дәрумендерге бай болу қажет. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі деп жай айтылмаған. Денсаулығымыз дұрыс болу үшін азық-түліктің сапасымен қатар мөлшеріне, мерзіміне, құрамына мән беруіміз керек. Дұрыс тамақтану салауатты өмір салтының маңызды элементі. Енді мына кестеге назар аударайық. Дәрумендерге бай картоп, қызылша, сәбіз, сарымсақ, қызанақ берілген. Қарасаңдар, барлығы органикалық қышқылдар мен минералды заттарға бай. Және адам ағзасына өте пайдалы. Мысалы, көздің көруіне, адамның бойын өсіруіне, қанның көбеюіне көп ықпал етеді. Пайдалы тағам ағзаны құнарлы заттармен қамтамасыз етеді. Және көптеген аурулардың алдын алу үшін қажет. Өздерің көріп отырғандай, мына кесте екі топқа бөлінген. Пайдалы тағамдар және зиянды тағамдар. Сендер өздерің қай топтағы тағамды көп пайдаланасыңдар? Енді осыған байланысты салауатты тамақтану дағдысы атты бейнебаянды тамашалайық. Салауатты тамақтану дағдылары. Сәлем, менің атым Руслан. Бүгін мен салауатты әдеттер жайында айтып беремін. Таңғы, түскі және кешкі асты күнделікті бір уақытта ішкен дұрыс. Негізгі астар арасында жеміс-жидек немесе аздап жаңғақ жеуге болады. Әрбір асқа кемінде 20 минут бөліңіз. Тамақты аздаған бөлшектермен жеңіз, асықпай шайнаңыз. Тамақты рахаттанып ішу үшін басқа заттарға алаңдамауға тырысыңыз. Еу телефонға, теледидарға немесе компьютерге. Тамақтың орнына гаджетке назар аударғанда, миыңыз нені және қанша мөлшерде жегеніңізді білмей қалады. Сондықтан, тамақты шамадан артық жегендіктен, кейіннен өзіңізді нашар сезінуіңіз мүмкін. Қаптамадағы өнімдерді сатып алғанда міндетті түрде жапсырмасын оқыңыз. Жарамдылық мерзімін қараңыз. Сақталу мерзімі өтіп кеткен өнімді ешқашан тұтынбаңыз. Жапсырманы мұқият оқыңыз. Трансмайлардың, тұз бен қанттың мөлшер көп өнімдерді алмаңыз. Неліктен екендігін қазір түсіндіремін. Трансмайлардың қоректік құндылығы жоқ. Олар семіздікті, диабетті, жүрек бұзылысын және басқа ауруларды туындатады. Тұз судың іркілуіне апарады. Судың организмдегі артық мөлшері қан тамырларындағы қысымды көтереді. Бұл жүрекке, бүйрекке және миға артық жүктеме түсіреді. Осының барлығы түбінде жүрек ұстамасына, миға қан құюына, бүйрек бұзылыстарына және басқа ауруларға апару мүмкін. Қант энергия көзі болғанымен, тәттіге, әуестік, семіздікке, диабетке және басқа ауруларға апару мүмкін. Осы ережелердің барлығын орындауға тырысыңыз. Сонда денсаулығыңыз мықты болады. Осы бейнебаяннан қандай ой түйіндедіңдер? Салауатты тамақтану дағдыларын естеріңе сақтай отыра, назарымызды негізгі тамақтану мезгіліне аударайық. Суретте берілген мезгілдерге қарап, өздеріңнің ас мәзірлеріңді құрастырып көріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.